болғандығы туралы білдім дегендей бір-бірімізге келеміз ба? Мен де ашып айттым. Мен осындай болған кезде осылай жасаймын. Ашуланатын кез ол мынандай жағдай кезде деген сияқты қылып бір-бірімізбен жақсы ашылып, тіл табысып, сөйлестік дегендей. Негізі кеше мейрамхана жөнінде қатысушы қыздарды апарамын дедің ғой мейрамханаға, иә. Көрермендерде естісін, негізі біздің Шерхан сондай джентльмен дейді ғой, сондай ер азаматтың бірі, өзі романтик, ешқашан бір ақшасын аяп қалып, қыздан ондай қадамға бармайды. Керісінше қыздың көңілін табуға, барынша көңілінен шығуға тырысады. Ылғи гүлі, сыйлығымен қатар жүреді. Енді мен ақбота жоққа шығармайтын шығар деп ойлаймын, өйткені барлық төлемді де өзі төлейді, ешқандай қыздың төлегенін бүгін мен төлейін деген дүниелерді Шерхан жақтыра бермейді. Сол үшін де о жағынан Шерханды мақтай аламын негізінде. Жарайсың дегім келеді. Жігіт сондай болу керек. Я, жігіттер, қыздар, сұрақ, пікір. Енді болашақта жұп көріп отырсыздар ма? Менің ойымша әп-әдемі жұп шығатын сияқты. Алан. Қош келдіңіз, Жұлдыз. Мен сізге мынандай сұрағым бар. Әпкем бар дедіңіз ғой. Әпкеңіздің Шерханға деген ойы қандай? Мен егер кеше айтып өткендей, мен үйдегілермен араласпаймын. Жоқ, сонда сіз вообще өзіңіз бауырларыңызбен араласпайсыз ба? Жоқ, мынандай нәрседе жаңада мен өзімде сөзге тиек етіп кеттім ғой. Қазіргі таңда жақындарымен ешкімі жоқ жанында, сөйлесетін, сырласатын, тек қана бір құрбысы бар. Енді жақын өзі бір-бірімен жан ашып араласатын, сол кісімен ғана сөйлеседі. Атак басқа туыс, таныс ешкіммен не істемейді. Мен Шерханға сұрақ қойғым кеп тұр да. Шерхан, негізі сіздің ата-анаңыз, бауырларыңыз не деп жатыр енді? Жаңағы ажырасқанына қыздың қарсы болып, таныстықты тоқтат деген сияқты әңгіме айтып жатқан жоқ па? Өте дұрыс сұрақ. Негізі менің үйдегілерімнің ойы әлі әзір сұрай алмаймын. Білмеймін неге екендігін. Қызбен мен себебі өзім танысып алайын бірінші, өзім білісіп алайын. Егер менде бір нәрсе пайда болып жатса, уже ақылын сұрай аламын ол кісілерінше. Ертең ол кісілердің ойларын сұрап, ертең еш нәрсе шықпайтын болып бәрі тоқтап жатса, олардың сөзінің не керегі бар дегендей ғой. Ал сен өзің қалай қарайсың енді? Менің ешқандай қарсылығым жоқ. Ол қыз өзі таңдап алған жоқ бұл тағдырды. Ал ертең сен ойламайсың ба, қазір енді ата-анамнан сұрамаймын деп айтып отырсың ғой. Ал егер ертең барлығы жақсы болып кетіп бара жатса, я, қыз сені ұнатып қалса, сен оны ұнатып қалсаң, одан кейін келіп сенің ата-анаң ондай жағдай, жаным, мен басымнан бір емес бірнеше рет өткен. Барлығы жігіттің қолында. Ата-анасын көндіру ол жігіттің қолында. Дұрыс. Жансая, қош келдіңіз. Сұрақ сізге. Ой, кешіріңіз, Жұлдыз, мен мына жақтамын. Сіз мысалға Шерханды бір ұнатып келдіңіз ғой. Қаншалықты пайыз сіздің өзің ұнатқаныңыз ақталды? Енді Шерхан осындай адам деп ойлап келдіңіз ғой, қаншалықты шықты көңіліңізден дегенім ғой, Шерхан? Мен пайызбен ештеңкені айта алмаймын. Жартыда жарты, мүмкін 100%, мүмкін 10% ғана ақталмады ма? Былай қоя салайын. Жалпы өзің ойлағандай адам болып шықты ма деп жатыр саған? Мен ойлағандай, әзірге иә. Ал Ақбота? Сұрақ көт. Ақботаға берейік, кішкене жерде мен енді сіздердің қастарына жақын отырып біраз нәрсе естіп қалып жатырмын. Ақбота? Жоқ, енді тәтті әңгіме болып жатыр ғой, тәтті әңгіме бұзғым келіп тұрған жоқ та. Бұзсам тағы қызғанып жатқандай болып қалады деп ойлап қалар енді көбісі. Бірақ енді Шерханмен жүрген мен ғой қатысушылардың арасында. Шерхан қызды ұнатса, қандай әрекеттер жасайтын, қандай көзқараста өзін қалай ұстайтын мен жатқа білетін адамын. Шерхан просто дәм болсын деп кездесе салған сияқты. Менің ойым солай. Енді Ақбота, қараш, мен бір көре сала, кездесе сала ұнатып кететін адам емеспін. Сен сондай адамсың ғой, Шерхан? Жоқ, бір көріп. Менде де бір көріп ұнатып кетіп қалдың артынан. Ақбота, ол сұрақтың басын ашпай-ақ қояйық. Егер екеуміздің арақатынасты қалай басталғандығы туралы даже сен де білмейтін шығарсың. Мен сені қашан жақсы білем, сен мен бір көрдің. Мен жобадан кеткенсің, 4 күннен кейін ғашық болып қалғаныңды мойындадың ғой. Мынауың енді жарамады, Ақбота. Мен де Ботаны қолдағым келеді, себебі мысалы кеше Ботаға гүл келген кезде Шерханның реакциясын барлығымыз көрген болатынбыз. Мен сіздің алдыңызда отырдым, сіздің артта енді мен алдымда отырған айтпай қойын қыздар естіді ғой, прям қызғаныш сезім пайда болды. Ол не үшін? Не үшін Шерхан жарнамадан кейін білетін боламыз. Құрметті көрермен, бізде жарнамадан кейін жаңа үміткеріміз тағы бар.